Ал алқалы әлеумет енді қыз бен жігіттің көбеден иіғанған боз биенің қымызындай тәтті айтысын тамашалайтын кез келді. Сахнаға қыз бен жігіт айтысының қас шебері Мақсат Ахановты қарсы алыңыздар. Мақсатпен айтысатын Әлияның ауылынан келген, Қобданың жағасынан келген, Ақтөбенің төрінен келген Аруна Керімбекті қарсы алыңыздар. Ақжол. Келгенде алтын алтай береліме, ризамын тұрып тұрған ей мен еліме. Жаңағы қосақынды көрдіңіздер, таң қалдым екеуінің өлеңіне. Айтыстың ұқсайды екен шеберіне, бой түгіл жетпеді ойым тереңіне. Сапсары біреу жаңа отыр еді, ағайын енді соның керегіне. Жоғалды бұдан бұлай Өскеменде, орыстарда айтса береді ме? Шынымен жалған екен мынау жалған, қалған ақын жазушы жыраулардан. Атыңнан айналайын алтын алтай, көркіңе бала күннен құмар болғам. Шығыстың төрінде бір көсілейін, тұлпардай төрт тұяғы бұлауланған. Оралхан орны бөлек жазушы еді, аумайтын Алтайдағы қырандардан. Дидахмет әдебиеттің дидар еді, кәне қолын көтерсін күмәнданған. Қалиханның көрушем жазғанынан қазақымның байтілін құнарланған. Ассалаумағалейкум шығыс елі, биіктігі мұзтаудай мұнарланған. 300-ге бір жазушы қат уақытта, 3 жазушы шығарған бір ауданнан. Ішіне сыйған менен тарға бірдің, ішіне сыймайды екен арнауымның. Қалиханның тойында айтсам деп бір еді өмірдегі арманымның. Үйткен оның өзіндік себебі бар, тілеуін береді екен Алла құлдың. 2002 жыл желтоқсанда Аягөзге айтысып барған ұлмын. Сол кезде көзін көріп қолын алғам, 90-ға толып жатқан тарланыңның. Бөлмеме келіп тұрып бата берген бөлектігін көрдім деп талғамыңның. Сондықтан шабытыма қиқу қосып тілеуін тілеп отыр балаларыңның. Талабым таудай бүгін болмаса да, бағы бар дәу басындай бармағымның. Әлиханның батасын алмасам да, Қалиханның батасын алған ұлмын. Бисмилля бүлкіл десе тіл көмейім, бұл қызға қалай бүгін үндемейін. Кешегі мерекесін пайдаланып кешіксем де өлеңмен гүл берейін. Бұл менің балдызым ба, жалғызым ба, қалайша қасымдағы кім демейін. Дәл солай сірә сұрайтын себебі бар, ай сонда да күнімді күндемейін.
дәл бүгінгі кездескен күнге дейін жездеңді сағындырып жолыққанда желкеніңді қалайша үрлемейін. Аруна кезіңде көп көруші едім, аруана кезіңде бір көрейін. Ай, ей, 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 ей. Қажайды екен не деп мені, мен жайлы таусылмаушы деректері. Бажамды да көзіме көрсетпедің, ұмытайын дедің ау демек мені. Бажа деген баш жазар жан деуші еді, бөледен де қадірі бөлектегі. Бажасына қызығасың, біздікі қозым әлде кебек беді. Баса ұрып жатқанда жездеңіздің, бажаңның бір тимеді ау көмектері. Кезек беріп сұрайық енді өзінен, бар шығар сылтауымен себептері. Қазақ дейтін халықтан сөз қалып па, балдыздікі балдай қой демеп беді. Қартайып қалған шығар ата-енесі, ер жетіп қалған шығар бөбектері. Бұрында да 5 рет айтысыппыз, бүгінде таң қалдырдың кенет мені. Жездеңменен 6 рет айтысу үшін 6 жыл араға сау керек беді. Ай, ей, 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 ей. Өзіммен айтысуға аңғайлым деп, өзіңе көрсетушем аңғай құрмет. Сүйсініп отырмасам қылығыңа, ешқашан жасамаппын қылдаймын деп. Апаңда аңтаң боп жүр сіңілімнің, апырау енді қашан тыңдаймын деп. Ал сен болсаң менсінбей кеттің бізді, жездем түгіл апамды ұрмаймын деп. Шалқарға келін болып түстіңдағы, шалқаңнан жатып алдың тұрмаймын деп. Есесіне 2 ұлды туып апсың, енді тек бесік жырын жырлаймын деп. Өткен кеткен жұрттардан естіп жүрміз, қылышына қызғаншақ қындаймын деп. Бажамның мазасынап жүр дейді ғой, 10 балаға жеткізбей тынбаймын деп. Ай, ей, 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 ей. Хабарласпай, хат жазыспай, демегін байланысты үзбек болдың. Сіз түгіл өзімді ұмыта жаздап едім, түрлісін жасаймын деп қызметтердің. Жүзіңді көрмесем де 6 жылдай, айтысыңды мың тыңдап 100 рет көрдім. Бала өсіп есімді жиған шақта, жаныма жақындарды тізбек болдым. Айшылық алыс жерді артқа тастап, жездеке Өскеменге сіздеп келдім. Алтын шыққан жер ғой деп төр Алтайға, мен де алтын жездемді іздеп келдім. Армысың Өскеменім, жақсақ елім, аман ба орман тоғай бақша белің. Ұлтымның алтын тәжі Алтайыма, Алла деп алғаш қадам басқан едім. Тараздан ұзатылып 5 жыл бұрын батыстың ұлымен бас қосқан едім. Аллам ана бақытын нәсіп етіп, есігін жаң өмірдің ашқан едім. Ақтөбеден алысқа ұзай алмай,
жыр тұлпарын додаға қоспап едім. Ұлдарымды өсіріп қайта айтысқа шығар күнді қаншама тосқан едім. Жаратқан тілегімді қабыл етіп шығыста жырдан шашу шашқан едім. Көрермен қошеметтеп қолдап тұрса өлеңім жалындайды отша менің. Шырайлы шығысыма алып келдім арайлы Ақтөбенің ақ сәлемін Алтайға аяқ басып келгеніңде қуандың балдызыңды көргеніңде. Жездеке, сен шынымен бас жазатын бажаңды әлі күнге көрмедің бе? Көргің келсе кезінде шақырғанда таразға ұзатуға келмедің бе? Тойыма себеппенен келе алмасаң, үйіңнен қонағасы бермедің бе? Бажаңа бір көрсетсең есігіңді, төсін жеп отырар ет төрде күнде. Апам ниет білдіріп тұрған кезде сен түрлі сылтау айтып көнбедің бе? Әйтпесе апам байғұс 6 жылда 6 рет шақырар ет еңгемінде Байқалды жездемнің көп назы бары, бастай салып іренжіп азынады. Бажаңыз әнші, жыршы, термеші ғой, серік еткен жан ұлттық қазынаны. Бас ауырып жатқанда келген жоқ деп көрінді күтіп қажығаны. Бажаңа жеткізейін сәлеміңді, мезгілдің алды емес пе жазы дәлі. Домбырамен ән салып термелетсе, басыңа болар мекен сазы дәрі. Бір дем алып қалар мен аңға шығып, жанында жүрсе бүркіт тазылары. Бір жасап қалар медің, ет асылып қазанда қайнап жатса қазылары. Қысқасы оның да көп түрі бар ғой, басыңыз сіздің қалай жазылады Қимайды сені елің жаман аттай, шабар деп күтеді ылғи балам аттай. Айтыс сүйер көрермен дәл өзіңдей, жақсы көрер ақынды даралап қай. Былтыр алтын домбыра алып едің, қарағанды намысын қаралатпай. Әкімің 3 бөлмелі үй сыйлады, ақынын пәтерлерде жағалатпай. Арқаға бір жолата әкелерсің деп тағы айтып еді аманаттай. Ал жездем биыл тіпті қатысқан жоқ, қаңғырып Қазақстанды аралаптай. Алтынын қолдан оңай бере салып, қайтағаш домбырасын сабалаптай. Арқаның сенім артқан тұлпар едің, тартынып қалғаның не шабанаттай Алтынсыз қалдың дейді жай бір жан боп, оны менде жүрмебем бай бір жан боп. Аллаға сансыз шүкір мақтау болсын, ешқашан ешкімге қол жайдырған жоқ. Бұрында да кедей боп көрмеп едім алтында, бірақ мені бай қылған жоқ. Кейпендені жолынан тайдырғандай, жездеңді алтын жолдан тайдырған жоқ. Алғанда да қатты бір қуанбап ем, бергенде де аса бір қайғырған жоқ. Алтыннан айырылсам да Аллаға шүкір, халқымнан қолдайтұғын айырылғам жоқ.
танауымды түтінмен тұмшаладың, серіппесі үзіліп тұрса дағым, бажасынан қазақтың достап алмай, балдызда болсаң саған мұң шағамын. Басқа қызға қаттырақ болған менен балдыздарды көргенде жұмсарамын. Ағайын балдызыма қол соғыңдар, көңіліңді бір риза қылса бәрін. Ақанның болмаса да құлагері, ақаны исалардың мұрагері. Арасы тал бесік пен жер бесіктің өмір дейтін өткінші сынақ еді. Сол сынақтан үнемі құлай берем, жезден сәл сол жағынан кінәл еді. Басыңызды қалайша жазам дейді, ол енді жауабы жоқ сұрақ еді. Оны мен оразада қайтып айтам, бұлайда түскен ұлы Құран еді. Ақ көңіл болғандықтан жездеңіздің ақтөбеңнің сусыны ұнап еді. Мен ішпеген у бар ма дегендейін, біздікі де сол ащы бұлақ еді. Балдызымда үйдегі апасындай бал ішіп жүр дейді ау дейм, мына мені ай. Ішпе деп ұрысты жар, ұрыс тапаң, құрсыншы денсаулықты дұрыстатам. Сені көрсем көзіме апаң келеді, жақындығың болған соң туысқа тән. Оразада қайтейін ойды бұзып, кеудемді таза ауамен тыныстатам. Маралдың мекенінде отырғанда керемет атады екен шығыстатаң. Ұйып қалған қанымды жүргізетін, қан құйып берсеңдерші бір стақан. Ашын айтсам шығама тәтті өлеңім, шабыт беріп отса да шап дегенің. Білесің сол бәленің кесірінен талай жерде құлады бақ беделім. Өмірде де айтылып қап дегенім, өлеңде де көп болды әт дегенім. Бас дәл соның отанынан келіп тұрып, білмегендей болмашы нақ керегін. Денсаулықтың біразын бердік қой біз, зауыт істеп тұрсын деп Ақтөбенің Менің апам саған шыдап төзген дана, сөзіңді қанша алтын жезден қала. Бұл жерде апам болмай тұрғанын ай, қорқытып жіберетін көзбен ғана. Өзі жоқ болса дағы, көзі бар ғой жездесін шағып алар сөзбен дара. Қасиетті Рамазан айында да аузы ашық екенін сезгем жаңа. Бұл айда үш әріптілер кісенделіп, бұлбұлдай ұшушы еді көзден дара. Жыл 12 ай көнбейтін, кісенделмейтін, ол менің алт әріпті жездем ғана. Жездемнің болған шақта төзімі сын, ұшырғандай боп отыр өзі құсын. Ақтөбе ащы судың отаны деп жауап берем айтылған сөзің үшін. Зауыттың бар екенін білеміз ғой, бірақ кім жамандайды өз ұлысын. Ақтөбенің халқына ғашықпын мен, танитын жыр жақсысын сөз ұлысын. Және де бір жігітін сүйемін мен, таптаза риясыз сезім үшін. Өзімде қосыл тауып шүкір деймін, Аллаға ана танған кезім үшін. Жанымдай жақсы көрем мен оларды, шын бақытты көре алған көзім үшін.
басқаларды білмеймін, сол Ақтөбе махаббаттың отаны өзім үшін халыққа жездем жырдан сый берген ғой, әзілмен жақсы көңіл күй берген ғой. Қан құйып беріңдер дейді бір стақан, оны естіп бүкіл ел жиренген ғой. Ағайын таң қалмаңдар, оған аса жездеме жаратқан көп ми берген ғой. Қанша жылдық әдеті сахнада қыздардың қанын ішіп үйренген ғой. Көңілің қазақтың кең даласындай, пейілің әппақ жезде баласындай. Алтынға қызықпаймын деп отырсың, сырдағын Язовтан қаласың бай. Елсеніп қолдағанда шабу керек, белсеніп жүйріктердің дарасындай. Ер жауапкершіліктен қашпау керек, бабы кеп тұрған шақта тап осындай. Қошай Кітапбаевтай атбегі бар, шығыстың аңыз қария данасындай. Ол баптаған ат жылқы бас бәйгені бермейтін тұлпарлардың дарасындай. 3 рет шапсаң аласың алтынды да, Бошайдың әйгілі 3 қарасындай. Бошай атам әйгілі данамызда, айналған әрі жырға әр аңызға. Ерекше баптайды екен тұлпарларын, әдістері әлі де санамызда. Рахман бұлақ деген емдік шипажайда, көңіл бөліп әр шағым әр арызға. Бұлаққа шомылдырып емдейді екен, тұра берсін демей бос қорамызда. Бұлақ суы шығарып арамғанын шабады екен деп олжа саламыз ба. Ащы суды үшеуін қоя алмаған ем қажет бір адам бар арамызда. Ағайын не істейміз айтыстан соң, Алтай таудың шыңына барамыз ба. Рахман бұлаққа апарып жездемнің де арам қанын шығарып аламыз ба. Ол рас апаңызға меншікпін ғой, апаң менен қорқытып тершіттің ғой. 3 рет алтын домбыра алсаңшы деп тыныш жатқан нәпсімді өршіттің ғой. Ниязовтан қай жерін кемеді деп жездеңізді жер қылып кемсіттің ғой. Қарағым Мұхтар қайда, Мақсат қайда, Мұхтар мұхит алмен жай көлшікпін ғой. Сондықтан ағаң жездең оны арман қылмас, сөздерін жездең едім жалған қылмас. Оның бәрі жазуы жаратқанның, Құдай егер қолдаса самғармын рас. Мұхтар 3 рет алғанда таң қалмап ем, өзім 1 рет алғанда таң қалдым раса. Ақтөбені айтып ем лезде қыздың, тіреліп жаңағы айтқан сөзге біздің. Ақтөбе махаббаттың отаны деп аузыңнан шығып атыр ең негіз күн. Зауыт үшін әзілдеп жатқаным ғой, суы шипа болғасын емге біздің. Әйтпесе Ақтөбені менде сүйем, талай барған бір едім кезбеңіздің. Көті бардың елімен ойнайтындай, арты екеу емес қой жездеңіздің. Керемет болмасам да дінге берік, кәлимам тұрған менен тілге келіп, жын шайтандар байланып жатыр ғой деп жатырсың өлеңіңді жырмен өріп. Көзімнен бұлбұл ұшты деп қояды жүргендей соларды бір күнде көріп.
жездеңді келіпсің ғой жамандауға, болмайды онда маған табандауға. Жездеміз кісенделмей жатыр ғой дейді, сонда сен не табасың қамалғанда? Шәкеңдер шынжырланып жатқан менен, мәкеңдер көнбей жатыр, амал бар ма? Біреуі болмасам да тақуаңның, мұсылман деген шүкір атын алдым. Сауатым болмаған соң дін жайында сауаптың көбісінен қапы қалдым. Атпайтұғын жерлерде атып алдым, жатпайтұғын жерлерде жатып алдым. Рахым мен рахманның суымен жуайық деп, төрінде сайрап отсың сақынамның. Ол суың маған сірә пайда бермес, ащысын тұщысын да татып алдым. Рахманның су емес, сондықтан да рахымына мұқтажбын, рахманның дегендей үмітімді ақын ақтар. Ағайын отыр бізді бақылап бар, бошайды жырласын деп берген екен, есімін естісін деп атыраптар. Ағайын ақаныпты білесіңдер, қанша жерден десеңде қатырат дәл. Қызғырқынға қырғидай тиған менен тақырыпқа келгенде тапырақтар. Кітап байып жайында қайдан айтсын, кітапты аз оқитын ақымақтар. Шығысым тектіліктің мектебісің, көк тудың астындағы көк бөрісің. Өз басым Бошекеңе ризамын, соғыстан аман есен жеткен үшін. Қатонның ауданында хатшы болып, халық үшін маңдай терін төккен үшін. Жаңа үлгі елінде хатшы болып, жаңалықтың үлгісін сепкен үшін. Ғылымның кандидаты, ғылым экономика ғылымының кандидаты, өмірін өткізбептау текке кісің. 9 таңбалы найманның шежіресін толтырып хатқа салып кеткен үшін. Әйтеуір өзім үшін бошай ата, қазақтың қасиетті тектерісің. Бір аяқсыз келсе де қан майданнан, аяқсыз қалдырмаған еткенісін. Түтіммен уланса да лас айналаң, соның бәрін қолымен жасайды адам. Бошекеңнің еткен еңбек істеріне өз басым қарағанда рас ойланам. Ақбегілік болыпты қасиеті, апырау естігенде босайды адам. Жылқын алғаш үйреткен ботайлардай, жылқынап алғаш баптаған бошай бабаң. Шығысым қасиетті тұран дала, ешкім оған қарамас күмәндана. Шығысымның төрінде көсілейін, шапқандай құлан қара, бұлан қара. Ат спорты кенжелеп жатыр екен, үкімет кінәлі ме бұғандана. Жергілікті биліктер ниет бұрса, желкелеп кіргізбей ме план ғана. Атқа мінген ағалар ат салысса, атқа мінер қаншама шығар бала. Осыны баяғыда бастап кеткен. Кім беріп жатыр бұған сірә бұған баға? Алтайдың ағиығы деп аталған, атыңнан айналайын қыран баба. Тигізген ұрпағына шапағатын, қария аз ғой қазір баталатын. Кітап байып атамның атқақ деген кітаптан оқып едім махаббатын. Үш жүйрігі болыпты атамыздың, 300-ме шығарған атағатын. Құлан бұлан қарамен желмаяның жанына жүйрік болмапты тақалатын. Биліктегі сұраймын көкелерден, қадірлеп атамыздың атағатын.
болашақта ипподром салып берсін, Бошайдың атыменен аталатын ай ей 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 ей. Бұл жездем жалғыз өзі әлем бөлек, жақсы көріп бүкіл ел сәлем берет. Бірде Иван, ал бірде иман болды, кезекті де керіліп әрең берет. Жын шайтандар кісенделер ай ғой десем, көзіңмен көрдің бе деп зәрең келет. Қасиетті Құранда жазылған ол, алыстан іздеп қайтем бәлендерек. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, бұдан артық сізге қандай дәлел керек ай. Бұл жездем уәдеге бекем етін, сөздері жанға жайлы шекер етін. Балдыздың ғана емес сақынада, бар қыздың табатұғын төтер етін. Батыс жақта айтыссам келін болып, қызметтерім бар деушем өтелетін. Шығыста емін еркін көсілдім ғой, көңілдің жайып тастап текеметін. Балдыздың бар қажетін, әкел аперетін, керек десем айды да әкелетін. Аман бол айтыстағы жалғыз жездем, менің еркелігімді көтеретін ай. Бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын, қыз бен жігіттің айтысын тамашаладыңыздар. Бұл айтысты бастаған Қарорман Қарағандыдан келген, Алиханның елінен келген ақын ініміз Мақсат Ақановтың ұпайы. Қазылар алқасы көтеріңіздер. Көтеріңіздер. 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10. 2, 10 қалғаны 9. Мақсатпен айтысқан Аруна Керімбектің ұпайы 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9. 3, 10 қалғаны 9.